Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Біздің сабақ басталатын уақыт болды. Кіріп жатқандарыңыздың бәріңізге рахмет. Және сіздердің ораза қабылдап отырған адамдарыңыздың бәріңізде оразаларыңыз қабыл болсын. Және де осы эфирді пайдаланып кешегі өткен 9 май жеңіс мерекесімен барлығыңызды құттықтаймын. Бәріміз де осы бізге жақсы бақытты өмір беріп, біз үшін фашизмді қылған өзіміздің ата-бабаларымыздың бәріне рахмет айтамыз. Сол кісілердің арқасында біз қазір осы тыныш заманда өмір сүріп жатырмыз. Қалдарыңыз қалай? Енді сабағымызды бастайық. Уақыт болды. Маған бүгінгі берілген тақырыбым компания жайлы, және компанияның өнімдері жайлы, және маркетинг план жайлы. Компания жайлы айтатын болсам, компаниямызды Global Trend, компаниямыздың аты. Компаниямыз өте жас компания. 2018 жылы 17 ноябрь айында туы Global Trend болып тіркелген. Содан бері Қазақстан Республикасының әділет заңында және салық залығында тіркелген. Содан бері Қазақстан Республикасының бүткіл заңдылықтарымен жұмыс істеуде. Қазақстан бұл компания тек қана қазақстандық емес, международный компания, бірақ эпицентрі осы біздің Алматы қаласы. Өйткені осы Алматы қаласында біздің өндіріс өнімі орналасқан. Спасская продакшн деген өндіріс өндірілді, біздің жаңағы өнімдеріміз шығарылады. Және де бұл өнімдер жайлы айта кететіні, негізгі осы өнімдеріміздің өзі қазір Қазақстан компаниясында өзіміздің 5 түрлі өніміміз бар. Бұл өнімдер денсаулық несіне арналған. Бұл өнімдердің шығу тарихының өзі де 50 жылдық несі бар, тарихы бар. Баяғыда осы КСРО кезінде әскери адамдардың денсаулығын нығайту және олардың иммунитеттерін күшейту мақсатында КСРО үкіметі тарапынан жарлық беріліп, оған қомақты ақша бөлініп, осы мақсатта Ленинград, Фрунзе, Алматы қалаларында жабық лабораториялар болды. Сол лабораторияға өте мықты деген жаңағы әскери мамандар тартылып, және ғалымдар тартылған. Кейіннен үкімет тарады, КСРО қомақты ақша бөлінбеді. Бұл проекті қалып қалды, ары қарай дамымады. Бірақ сол жерде қалған біздің қазақстандық ғалымдардың ішінде Павел Иванович Пищевский деген ғалым өзінің несін ары қарай дамытып, кейін 2005 жылы қазіргі генетология институтының профессоры Нұрлан Маратович Наумовпен кездесіп, сол көп жылдар нәтижесінің арқасында Павлов Спринт деген өнім дүниеге келді. Осы Павлов Спринттің арқасында кейіннен бар 2 бальзам Perfect Lux және Vitality Lux деген 2 бальзам дүниеге келді. Бұл өнімдер неміс технологиясымен жасалынған, қазақстандық ноу-хау. Құрамында 189 шөптің сығындысы бар. Және де адамның ұзақ өмір сүруіне аса басқа қызмет атқаратын гуэзин, кудес, убихинон бар. 88 ксантон, 40 түрлі теңіз балдырлары бар. 250-ден астам адам ағзасына өте қажет микро-макро элементтер бар. Және женшенің 4 түрі бар бұл өнімдердің ішінде. Енді бүйтіп қарайтын болсаңыз, әр адамның өзінің туған жерінде, табиғатында өзінің суы да, шөбі де ем болатын болса, бұның ішіндегі өнімдердің, ішіндегі шөптердің бәрі өзіміздің Қазақстандық өнімдер, көбінесе Текелі тауынан шығып жатқан. Осындай бізде мықты өнімдер бар. Бұл енді жеке өзінің арқасында келіп тегіп қонсасында Павлов Спринт деген өте мықты концентрат. Бұл өте мықты концентрат болғаннан кейін, оны біз суға араластыру арқылы пайдаланамыз. Мысалы 10 литрлік, 5 литрлік кәдімгі Спасская тасай суына бір тамшы тамызып пайдалануға болады. Бұны былайша айтқанда жаңағы үйіңізде бүткіл семьялық продукты деп айтуға да болады. Ал егер мына Perfect Lux пен Vitality Lux'тың жеке өзінің арқасында тоқтатын болсаңыз, Perfect Lux деген бұл құрамында мангустиннің несіне араласқан сығындысына бұл тазалаушы топқа жатады. Бүткіл сіздің организміңізді мына ауыз қуысынан бастап бүткіл ішегіңіз ішіндегі адам денесіндегі асқазан жарасы бар, оттегі, бүйректегі тастары бар, онкология бар, кожа ауруларының бүткіл түрлері, псориаз бар, экзема бар, елепес бар, заторможенный речь, системный сахарный диабетке өте мықты тазалаушы топта. Vitality Lux бұл орнын толықтырушы топқа жатады. Бұның ішінде жаңа 250 микро-макро элементтер бар. Бізге керек
адам ағзасына керек микроэлементтердің бәрі бар. Біз енді адам ағзасына керек микро-макро элементтерді қайдан аламыз? Основном тамақтан аламыз. Бірақ қазіргі экология бар, шығып жатқан өнімдердің көбісінде олардың бәріне біз ала алмаймыз ғой. Сондықтан бізге 250 микро-макро элементтердің бәрі керек. Енді бүйтіп жаңағы ибихунун көзин кудеске доғарылатын болсақ, бұл көзин кудесті алдында ең бірінші американдықтар ойлап тапқан. Оларға кәдімгідей премия берілген Нобелевский. Бірақ олардың ойлап тапқан көзин кудесті синтетикалық түрде де, ал біздің көзин кудесін суға араластырып, водорастворимый дейді ғой, суды араластырып қолдануға болады. Ал енді ксандон дегеніміз адам денесінде, әр адамның бәрінде клеткаларында, рак ауруларының клеткалары бар. Сол ксантондар қышқылдық среданы пайдаланып, адам организмнен рак клеткаларын шығаруға өте көп көмек береді. Бір ксантонның өзі организмнен шығарылатын болатын болса, бұл жерде бізде 88 ксантон бар. Жаңағы осы біздің өнімдердің құрамында. Бұл жаңағы енді перфект люкс пен виталий люкшали екі бальзам. Мынау жаңағы біздің Павлов Спринт өте мықты концентрат деп айтып, және де біздің компаниямыздың тағы бір өте мықты өнімі бар. Бұл иммунолюкс дейді. Бұның аты айтылып жатқандай, адамның иммунитетін көтеруге, және де мына онкология ауруларына өте мықты пайдалануда, және результаттарды өте мықты шығып жатыр. Бұл енді иммунолюксті суға тамшылау, мынау жаңағы Павлов Спринтті шашып пайдаланатын болсаңыз, мына иммунолюксті тамшы арқылы пайдаланасыздар. Және де біздің компаниямыздың тағы екі өнімдеріне қосылатын келетін болсақ, бұлар кәдімгі тіс пастасы. Бұл тіс пастасы екеуі бірге жүреді. Күндізгі тіс паста және түнгі тіс пастасы. Бұл тіс пастасының айырмашылықтары ауыз қуысыңыздағы егіңізде жаңағы тістердің қанауына және де бүткіл ауызыңыздағы ауыз қуысындағы ауруларды емдеуге өте мықты. Күндізгі тіс пастасы, түнгі тіс пастасы сіздің түнде қорғап отырады ауыз қуысыңызда. Сондықтан да 24 сағат бұл екі тіс пастасымен сіздің ауыз қуысыңыз қорғанышта болады деген сөз. Тіс пастасыларының осы, біреусі мынау күндізгісі, мынау түнгісі. Және де біздің компаниямызда шығып жатқан косметикамыз бар. Ол косметиканың айырмашылығы биенің сүті араласқан. Біздің осы центральный офисте осы косметиканы шығарып отырған Айтуған мырзамен кездесу болған. Сол кездесуде мен өзімде болдым. Бұл косметиканың айырмашылығы жаңа айтты ғой, биенің сүті араласқан дейді. Бие сүтінде өте көп дәрумендер бар. Оның үстіне адам денесіне, жаңағы терісіне 4 қабат сіңімге өте сіңімді болады екен де. Кейіннен қазіргі брендовый косметикаларды алатын болсақ, ең бірінші еске Франция келеді ғой. Бірақ негізгі қазір ең бірінші косметика өндіру саласында Южная Корея алып отыр. Біздің бүткіл өніміміздің жаңағы косметиканың шығып жатқаны Корея, бірақ негізгі шығатын өнімдерге керек нелер біздің өзіміздің Қазақстаннан алынады. Биенің сүті жаңағы шығатыны Кореяда. Және де міне осындай мықты өнімдермен бүткіл халықаралық рынокта жүр. Біздің компания өте жас, 2 жыл болды. Бүгін айтпақшы 11 майда мына карантин болмаса 2 жылдың халық аренада қарсы алып отырады. Былтыр халық аренасында болды, 8.000 адам болды открытиесінде. Және де бұл біздің компаниямыздың ерекшелігі, жаңа айттық қой, Қазақстанның әділет министрлігінде және салық министрлігінде тіркелген. Салық төлеуден біздің компаниямыз осы ноябрь айында Астана қаласында өзіміздің немізде салық төлеуден 500 компанияның ішінен бірінші орын алды. 500 компанияның ішінен алғашқы 10-ын алынып, сол 10-ның ішінен бірінші орын алып шығу деген өте мықты деген сөз. Ең бірінші адам өзінің компания таңдар кезде, жұмысқа тұрған кезде компания таңдарда нені ойлаймыз? Компанияның болашағын ойлаймыз, соның алдына жеткен дәрежесін ойлаймыз. Біздің компаниямыз міне қаншама жас болғанның өзінде, 1 жылдың өзінде енді алтын алу дегенін ол өте мықты жұмысты білдіреді. Қаншама компанияның болашағы зор екен. Оның үстіне компанияның өнімдері Спасскай продакшн несінде шығады дедік. Өндіріс орнында. Ол өндіріс орны осы Алматы қаласы Астраон көшесінде орналасқан. Қазіргі таңда біздің компаниямыз сол Спасскай продакшнмен
алдағы жылдарға 41 жылға договор қойылып, солымен әлі де жұмыс бағытында өте көп. Компания ертең жабылып қалады деген ой жоқ. Компанияның болашағы әлі алдыда. Және де біздің компаниямыздың құрылтайшысы құрған адамдар жайлы айта кететін болсақ, олар кәдімгі біздің өзің қарапайым қазақтың үш қызы Сәуле Басенова, Мәдина Сәлим және Айман Нұрымбетова. Бұл қыздардың өздерінің білімдері өте зор, MLM саласында өте нәтижелерге жеткен, өзінің арман мақсаттарына жете білген қазақтың батыл қыздары деп айтсақ болады. Сол қыз осы және Мадияр Салим деген біздің финансовый директорымыз бар. Сол кісілер бәрі бірігіп осы Global Trade компаниясын ашты. Бұл кісілер тек қана теориямен ғана істемеген, бұл кісілер кәдімгідей практик адамдар ғой. Өзінің практикасында дәлелдеп, осындай дәл нәтижеге жеткізіп, қазір қаншама адамдар осы кісілердің біздің Global Trade'те миллионер болып отыр. Бүйтіп қарасаңыз, компаниялардың ішінде сетевой компаниялар болып қой, сырттан келген компаниялардың бәрі осы Қазақстан байсын, Қазақстан аяғынан тұрсын, осы Қазақстанға үлесімізді қосайық деп ойламайды ғой. Әркім өзінің қалтасын байытуды ойлайды. Біздің таңдауымыз, біздің өзіміздің қазақстандық өнім болғаннан кейін, мен осы компанияны өзім таңдадым. Өзім таңдағанда мен бұл компанияға келгенде сенімім болған жоқ. Бірінші келіншегім бастады, сол келіншегім определенный результатқа келгеннен кейін, оның артынан мен өзім келдім. Қазір осы Global Trade компаниясында жұмыс директор деген лауазымым бар. Осы Global Trade компаниясына келгенге бір жылдай уақыт болып қалды. Сол істеп жатқан түріміз бар осы компанияда. Және де осы компаниялардың таңдау ішіне салатын болсаңыз, компания жас бір жағынан. Екінші жағынан алатын болсаңыз, продукт эксклюзивный, аналогы жоқ. Өте натуральный, 100%-ден жасалған. Ол екі. Үшіншісі осы Алматы қаласында шығады. Төртінші жағдайға келетін болсаң, бағасы қолжетімді. Яғни кез келген адам ала алады деген сөз. Мен бесіншісіне келетін болсақ, международный рынокта істеп жатыр. Оның үстіне басқа қалалармен де жұмыс істеуге болады. 8-іне келетін болсаң, 7 түрлі табыс көзі бар бұл компанияда. Зарплатаңыз бұл жерде ай емес 7-сіне төленеді. Значит, бір жыл, яғни бір жылда 52 рет беріледі деген сөз. Соны определенный обязательств істеген жоқ. Официально зарегистрировать етілген. Сондықтан да таңдау осы менің таңдауым, осы Global Trade компаниясында отыр. Енді жаңа құрылтайшы жайлар айттым, компанияның өнімдері жайлы қысқаға айттым. Енді сіздерге компанияның маркетинг планы жайлы айтып кетейін. Компанияның маркетинг планы өте жеңіл. Бұл жерде қандай бухгалтер болып, немесе бір высшее образование алудың қажеті жоқ. Бұл жерде маркетинг планы аралас, бинар және классика. Бұл жерден бинар деген сөзге тоқтала кететін болсақ, бинар деген екі сөздің қосылған қосындысынан алынған. Би деген сөз екі деген мағынаны білдіретін болса, нар деген шексіздікті білдіретін сөз. Яғни сіз шексіз ақша таба алатын деген мағынаны білдіреді. Классика деген болсаңыз, ол өте көп ақша, оған кейіннен тез ақшамен келіп, кең мол ақшаға жете аласыз деген сөз. Маркетинг планы жаңа аралас дедім. Бұл жерде 4 түрлі пакет бар. Яғни 4 түрлі пакет дегеніміз компанияға тіркелудің жолдары. Бірінші жолы 21.000 теңгеге 2 бальзам аласыз. Сіз ол пакетте тек қана тұтынушы боласыз. Яғни сіз біздің компанияның өнімін аласыз да өзіңіздің денсаулығыңызға пайдаланасыз. Екінші пакет 42.000 теңге. 42.000 теңгеге 4-еуін аласыз. Яғни мына бальзамның 4-еуін аласыз. Сізге және де серіктес деген атақ беріледі. Бұл енді бизнес бастауыңыздың жолы болып есептеледі. Және де 78.000 теңгеге алуға болады. 78.000 теңгеге Павлов Спринттің біреуін ала аласыз. Одан кейін 186.000 теңгелік пакет бар. Ол енді дәу пакет. Бұл жерде өнімдер өте көп. Ол 186.000 теңгенің ішінде жаңа Павлов Спринттің біреуін алсаңыз, оған қосымша 12 бальзам беріледі. Және де 2 Павлов Спринт болатын 4 бальзам. Және де мынандай бір иммунолюкс алсаңыз, оған 4 бальзам қосылып береді. Енді бұл өте дәу пакет, отбасылық пакет десек те болады. Бұл пакетпен кірсеңіз, сізге бірден менеджер деген атақ беріледі. Соны түсінікті болу үшін жаңа 21.000 теңге сіз тұтынушы ғана боласыз. 42.000-нан бастап серіктес боласыз. 78.000-ге болсаң, жоғары сатылы серіктес болсаңыз, 186.000-мен менеджер деген атақ аласыз. Осы 4 жол. Осы 4 пакеттің біреуімен
кірсеңіз, сіздің бизнес бастауыңыз басталады, сізді 7 табыс көзі күтіп тұр. 7 табыс көздің бірінші табыс көзі тікелей шақыру ғана. Тікелей шақыру деген қалай? Бүгін сіз бір адамға информация беріп тіркесеңіз, или 2 адам, 3 адам, 5 адам болсын тіркесеңіз, әр тіркелген адамға сізге компания 5.000 теңге төлейді. Әр тіркелген адамнан. А егер 20 мың беретін болсаңыз, 2500 тіркейді. Одан екінші табыс көзі, енді сізде 2 адам, 3 адам, 5 адам тіркеден кейін сізде әрине команда бар. Командалық табыс болып есептеледі. Командалық табыстың несі 2500-ден 6250 теңгені құрайды. Бұл әр тіркелген адамдардан теңескеніне төлейді. Сіз мысалға 5 адам тіркесеңіз, сізге менеджер деген атақ беріледі, сізге әр теңескеннен 3750 теңге төлейтін болады. Кейіннен сіз 5 менеджер шығарсаңыз, сізге қола директор деген атақ беріледі, сізге енді 3750 теңге емес, енді сізге компания 5000-нан төлейтін болады. Ал жаңағы 5 адамыңыз сіздің қола директордан күміс директорға жететін болса, сіз күміс директор боласыз, енді сізге 5500 төлейтін болады. Көрдіңіз ба? Енді сіздің өсу сатыңыз да көтеріліп келеді, және ақшаңыз да теңескеннен көтеріліп келеді. Жаңа сіздерде серебряный директор болғанда 500 болды ғой, енді 5500 төлеп жатыр. Енді біздің компанияның тағы бір артықшылығы, сіз енді 5 адам емес, сіздің 4 адамыңыз серебряный директор болатын болса, сіз алтын директор деген статусқа жете аласыз. Енді алтын директор статусында сізге 5750 теңгеден төлейтін болады. Көрдіңіз ба, адамыңыз артыңызда көтеріліп кеткен адам азайса, сіз неңіз, ақшаңыз төмен түскен жоқ. Және де сізде 3 алтын директор болатын, сіз гауһар директор деген сатыға көтерілесіз, сол сатыда сізге 6250 теңге төлейтін болады. Міне бұл командалық табыстың 2500-ден 6250 теңгеліктегі төленетін ақшаны сіздерге түсіндіріп бердім. Енді одан ары қарай 3-ші табыс көзі, бұл табыс көзі чека дейді, біз оны қазір қазақша табыстан түсетін табыс дейміз. Сіздің жаңағы бірінші деңгейдегі 5 адамыңыздан, сіз серіктес болсаңыз да, менеджер болсаңыз да, сіздің 5 адамыңыздан 10% сізге төленеді, компания отдельно төлейді сізге. Және де бірінші деңгейден, екінші деңгейден сіз бронзовый директор, серебряный директорлерге беріледі. Ол да бұл кезде уже сізде 5 адам болса, ол адам тағы 5 адамда 25 адам болады. Сізге енді осы 25 адамнан 10% төлейтін болады. Бірінші деңгей, бірінші деңгей, екінші, үшінші деңгейден алтын директор мен гауһар директорлерге төленеді. Ол уже 155 адамнан 10% аласыз. Енді 155 адамнан 10% ақша алу дегенде сіздерге де бірталай ақша ғой. Ол 10 адам емес, 20 адам емес, 155 адамнан аласыз. Одан кейінгі табысымыз біздің активизациялық табыс дейді. Активизациялық табыс дегеніміз қалай? Әр компанияның бұл өнімді қайталап алу деген сөз. Әр компанияның, басқа компаниялардың бәрінде 20 күннің ішінде сіз активизация жасайсыз, міндетсіз, ол жерде сіз ақша таптыңыз ба, таппадыңыз ба, сізге міндеттілік қойып қойған. Ал біздің компанияда сіз өзіңіз жаңағы табыстардың, жоғарғы айтылған табыстардан 75 мың теңгеге жететін болса, 20 мың теңгеге 2 бальзам алуыңызға болады. Егер 75 мың теңгеге шықпайтын болса, сізге активизация жазатындай. 75 мыңға жеткен кезде 21 мыңға 2 бальзам аласыз. Значит, өнімді қайтадан өзіңіздің денсаулығыңызды нығайту үшін алдыңыз деген сөз. Бұл активизациялық табыс. Және де бұл активизациялық табыс өте мықты табыс. Оның бірінші деңгейінде әр адамнан сіздің кейінгі тәрбиелеген адамдарыңыз өстіп активизация жасайтын болса, сізде бірінші деңгейден әр адамнан 1250 теңгеден төлейтін болады. Ал екінші деңгейге келетін болса, бұл 6650 теңгеден төленетін болады. Үшінші деңгейден де төленеді, бұл 350 теңгеден төленетін болады. Төртінші деңгей, бесінші деңгей, алтыншы, жетінші, яғни 9-шы деңгейге дейін, 4-ші мен 9-шы деңгейдің ортасында 250 мың теңгеден төлейтін болады. Бұл активизациялық өте мықты табыс. Активизациялық табыстан кейінгі бізде тағы бір табыс бар. Ол табысымыз сіз серебряный директор деген атаққа жеткен кезде, сізге осы компанияның атынан, компанияның өзі төлейді, сізге шет елге бір туристік жолдама береді. Компания ашылғалы бері ең біріншісінде Дубайда болды, екіншісінде Турцияда болды,
үшіншісінде Египетте болды. Сол Египетке мен өзім де бардым. Қазір жаңа сіздерге басында айттым ғой, мен де сервердің директорымын деп. Сол Египетте мен өзім де болып келдім. Одан кейін март айында компаниямыз тағы да Дубайға барып келді. Барып келгенде енді бұл бір адам, екі адам, 300 адам емес, 460 адамнан барып келді. Енді ойлап қараңыз, 460 адам сыртқа шығарып, олардың ары бергі жолын, сол жақта жататын жерінің бәрін төлеген компанияның өзі. Бұл не деген мықты компания, байқадыңыздар ма? Мен өзім результатым сол Египетте болдық. Египетте болғанда біз Египеттің 3 қаласында болдық. Енді Египет деген өзі Қызыл теңіздің астында да болдық. Астында, үстінде де жүрдік. Мен қазіргі осы таңдағы результатым осы. Одан кейінгі табыс тағы бар. Ол табыс көзі сіз адамдарды тәрбиелеп өсіргеніңіз үшін сізге премия береді. Премия деген жаңа сыйақы ғой. Ол қалай болады? Сіз өзіңіздің астыңыздағы тіркелген адамдарыңыз бүгін жазылған күннен бастап 3 айдың ішінде серебряный директор деген атаққа жететін болса, сізге компания әрқайсысынан сол атаққа жеткен адамнан 250 мың теңге, 25 мың теңге, біз 250 мың теңге сыйақы береді. Егер жазылған күннен бастап 6 айдың ішінде бір алтын директор шығарсаңыз, сізге компания 750 мың теңгеден төлейді. Сонда ойлап қараңыз, егер сіз артыңызда еріп келе жатқан 5 адамды әрқайсысының сол 4-3 шығатынның өзінде болатын бізге 4 миллион шығып кетеді ғой. Байқадыңыз, 5 миллион ақша тек қана бірақ табыс көзінен табуыңызға болады. Және де 7-ші табыс көзі, ол енді өте мықты табыс көзі, ол Global Director деген лауазымға жетсеңіз, Global Director болу үшін сізге 3 даймонд және 6 алтын болуыңыз керек, 9 адам. Сізде Global Director деген лауазымға жеткен кезде сізде мировой товарообороттан сізге 1% төленетін отыратын болады. Ол жылына бір рет берілетін болады. Енді ойлап қараңыз, қазіргі таңда 8 мемлекетте істеп отыр компания. 8 мемлекеттің товарооборотын есептеп қарасаңыз, бізде бір Алматының товарооборотының қаншама. Сол 8 мемлекеттің бәрінен бізде 1% алсаңыз, міне нағыз сіз өзіңіздің жаңағы ақшаға зависиміз емес. Енді пенсияңыз да сіздің алдыңызға қойған арман мақсаттың бәріне жетесіз деген ойдамыз. Міне осындай жеңіл, өте елі маркетингіміз бар, өнімдеріміз осылай. Осы өнімдермен жетіп жатқан өте мықты результаттарымыз бүгін. Сұрақтарыңыз қойсаңыздар да болады. Мына жерден енді присоединяться етіп жатыр екен, әлі кейіннен келген адамдарға не ететін болсам, жаңа өзім таныстырып болса, менің есімім Ғалым, фамилиям Жексенбинов. Қазіргі таңда күміс директор деген лауазым бар осы Global Training компаниясында. Өзім жайлы айтатын болсам, мен бұрынғы сварщиктің туған жерім осы Жетісудың бір суы Қараталдың бойында туып өскенмін, яғни Алматы, бұрынғы Талдықорған облысы, қазіргі Алматы облысы, Үштөбе қаласынан. Семьям бар, 6 балам бар. Қазіргі таңда осы Global Training істеп жатырмын, бұрынғы сварщик. Мамашы дей ма? Керемет деп жазып қойыпты. Сұрақтарыңыз жоқ болатын болса, мен сіздерге осы құрылтайшылар жайлы, компанияның және өнімдері жайлы, жаңағы не жайлы қысқаша айтып өттім. Жақсы, мынау енді аман есен біздің коронавирусымыз бітіріп, аман есен офисте жолығайық бәріміз. Офиста тақтаның алдында дұрыстап айтып сізді көрсетіп бере аламын, көрсетіп береміз де. Құдай енді тезірек ашылып, сол офисте кездесейік. Бәріңізге рахмет. Осы менің неме кіргендеріңізге сабағыңыздарға. Саламат болыңыздар.